Бегман Ысқақ, менің ардақты ағаларым, шығарманы оқыған Қанат Айтөбей. Қадірлі оқырман, егер әсерлі әңгіме, жауһар жыр, сырлы үзік сырлар тыңдағыңыз келсе, менің сырлы сөз әдеби каналыма тіркеліп қолдап кетіңіз. Бекзат болмысты жан еді. Әжем жарықты үнемі құлағыма құйып отыратын. Балам, мына толғауы 90, көрмеуі қиын жалғанда жақсымен де, жаманмен де, жаспен де, жасамыспен де істес боларсың. Пенденің басына не келіп не кетпейді. Жақсының шарапаты тиер, қиналған кезде қолтығыңнан сүйер, жаманның қиянаты тиер. Жазықсыздан жазықсыз жаның күйер. Қиянат көрсең, кек сақтама, ол білгендігің болар. Шарапаты тисе, естен шығарма, ол көрегендігің болар деген. Әліпті таяқ деп білмейтін, сауатсыз кейуана, жақсының жақсылығын айт дейтін еді абзал ана. Иә, сөйлейтін үнемі. Философ Ежи Лейцтің әлде қашан о дүниелік болғандар да тірілердің аузынан өтірік айтады деген көреген сөзі бар. Бұл тірі пенде бақилық болғанның аузына өзіне қажетті сөзді сала отырып, өз мүддесін іске асыру мақсатында пайдаланатын туса керек. Ал мендегі ой мүлде бөлек. Ұстаз ағаның мен сияқты көреген көз қатардағы шәкірттерімен қызмет барысында жүздескен сәттерінің, іс әрекеттерінің ақиқат шындығын баяндау арқылы әже өсиетін орындау, жақсының жақсылығын айту ғана. Жастық шақтың қызығына тоймай, арман қуып, оңтүстіктен қара шаңырағы атанған Шымкент педагогикалық институтында дәріс алып жүрген шағымызда Мырзахмет аға Сәрсенбаев ректорлық қызмет атқаратын. Бізге, студенттерге шындығын айту керек, ол кісі өте қатал, менмен де тәкаппар болып көрінетін. Бізді қойшы, біз түгілі оқытушы профессорлардың өздері де Мырзакең коридорда келе жатқанда өздерін қоярға жер таппай, бұрылыс қалтарыста паналап көзіне түспеуге тырысатын талай байқайтын едік. Студент кезімізде Мырзахан ағаның күлгені түгілі езу тартқанын көрген емеспіз. Әр уақытта бір қалыпты, тәкаппар да сырбаз, қалпын бұзбайтын. Шындығын айту керек. Мырзахан ағаның кескін келбеті баяғының қандары мен қанзадалардың болмыс бітімі сияқты көрінетін. Әрбір студенттің танымында Мырзахан аға жайында осындай түсінік қалыптасты десем, мен қателесе қоймаспын. Иә, шындығында сондай тұғын бізге Мырзакең. Оқытушы болу түгілі бұл қара шаңырақта студент атанудың өзі бір бақыт еді ол кезде. Мектепте істеп жүрген кезім. Бір күні Шымкент педагогикалық институтының доценті, психология кафедрасының меңгерушісі, көңілі жақын көршім үйге келіп, кафедрасында бір орын босағанын соған келісімді алғалы келгенін айтты. Ол кісі көршіміз болғандықтан менің диссертация жазып, жақында оны қорғайтыным жайында хабардар болатын. Ертесіне ректордың Мырзахан аға Сәрсенбаевтың келісімін алу үшін сол кісінің қабылдауына кірмекке уәделестік. Ректордың ат шаптырын кең де биік, қоңыр салқын кабинеті, қаршығадай жып жинақы, мұнтаздай болып Мырзахан аға отыр. Өңі суық. Аманда саулықтан кейін институтты қашан бітіргенімді, қандай мамандық алғанымды сұрай келіп, мынаған сені психология кафедрасына оқытушы етіп қабылдауымды өтініп отыр. Психолог маман емес екенсің, студенттерге қалай сабақ бермекшісің, деді. Мен жазып жатқан диссертациямның ескі тарауы
психологияға арналғанын, зерттеу жұмысымның арқауы мектепке дейінгі балалар мен бастауыш мектеп оқушыларының тілі мен психологиялық ерекшеліктері екенін баяндап өттім. Яғни, психологияны терең білмесем де хабардар екенімді аңғарттым. Сәл үнсіздіктен кейін ректор кафедра меңгерушісіне, яғни менің көршіме кабинеттен шыға тұруын өтінді. Екеуміз оңаша қалғанда, «Мырзакең, қайтуған боласың?» дегені. Маңдайыма мұздай тер қойып, бұрқ ете қалды. Қызметке қабылдамайтын болды деген ой тұла бойымды қарып өтті. Өйткені ағаның руы менің руымнан басқа екенін бұрыннан білетін едім. Қазақтың руға жүзге бөлініп бір-бірінің аяғынан шалып, қырсығын тигізіп жататын қарғысатқан қасиеті менің қызметке орналасуыма қырсығын тигізетін болды деп ойлап, атасын не құл жасырады демекші өз руымды айттым. Мырзакеңнің өңі бірден жылып, институтты бітіріп, мектепке қызметте болғаныңа неше жыл болды деді, үйінде ызғар ізі қалмай. Мына өзгеріске арқаланып, мектептегі еңбек өтіліммен бірге Қазақстан халық ағарту ісінің үздігі екенімді, сонымен бірге әдіскер мұғалім атағын алғанымды, баспаларда зерттеу жұмысымның нәтижесін баяндайтын 16 еңбегім жарық көрген қосып жібердім. Жаппар құлда жан бар ма деген осау, Құдай басқа салмасын. Сөзімді бөлмей байыппен тыңдады. Сәл үнсіздіктен кейін, «Бегман», деді Мырзакең жұмсақ та жылы үнмен. «Руыңды сұрағаныма кешір, өрескел екенін түсінемін. Амал жоқ, кейде сұрауға тура келеді. Сәрсенбаев институттағы қызметке өз руластарын жинап жатыр деген өсек аяң арыздың әлегіне қалмау үшін сұрағаным ғой», деді. Кешегі тәкаппар да қатал ағаның өз қылығы үшін кешірім сұрағаны мені таң қалдырды. Студент кездегі аға жөніндегі түсініктің ұшқары да жаңсақ екенін алғашқы кездесуден кейін сезгендей болдым. Мырзакең қабылдау бөлмесіндегі кафедра меңгерушісін шақырып алып, баланың құжаттарын алда өтетін институттың ғылыми кеңесіне әзірлеңдер. Кафедраға аға оқытушы етіп қабылдайық дегені. Сол кездегі мендегі буырқанған қуанышты сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мына сөзді естігенде жан дүнием босап қоя берді. Жүректің жарылып кетпегеніне, қара шаңыраққа студент болудың өзі бақыт болатын қара шаңыраққа оқушы ғана емес, Құдайым-ау, аға оқытушы болу дегенің тағы кімнің қалауымен десеңізші, Мырзакеңнің. Бұлайшыға меңгеруші таңданысын жасыра алмай, оңаша ректормен не жайында әңгімелестіңдер деді. Жайма шуақ үні өзгеріп қатқылдау сөйледі. Жай әшейін, отбасым мен қазіргі қызметім жайында сұрады, дедім де қойдым. Көршім мен айтқан әңгімеге қанағаттанбаған ыңғай танытып, «Сені Мырзакең қалай ұнатып қал деген?» Ол кісі адамды жұмысқа қабылдағанда лаборанттықтан бастап сынап алмай, өмірі оқытушылыққа көтермейтін еді, ал сені бірден аға оқытушы етіп қабылдағанын таң қалып отырмын деді. Көршімнің бұлайша күрт өзгергеніне мән бере қойған жоқпын. Өзімнің білім алып, қанаттанып шыққан оқу орныма қызметке орналасқаныма шексіз қуанышты болған едім. Ол кездері Мырзакең басқарған облысымыздағы іргелі оқу орнын оқытушы болып, қызметке орналасу түгілі қатардағы студент болып қабылданудың өзі үлкен бақ деді. Өнегелі дана жоқ жерде өнерлі бала жоқ. Мәскеудің талғамы да талабы да күшті. Ғылыми кеңесінің сараптау талқысынан зерттеген жұмысымды ойдағыдай қорғап, елге қуанышпен оралдым. Аяғымда адымдатпай тұсаған кісен шешіліп, арқадағы батпан жүк жеңілдеп қалды.
келе табысымды жеткізуге Мырзакеңе кірдім. Ол кісі де менің жетістігімнен хабардар екен. Мені көргеннен орнынан тұрып, қолымды алып, айналайын, құттықтаймын. Бұдан да биік жетістіктерге қол соза бер, деді қамқор да мейірімді үнмен арқамнан қағып. Иі қатты, мінезі қаталда жүрген Мырзакеңнің мұндай жылы сөз естемін деп ойламаған менің жан дүнием тебіреніп кетті. Жақсы сөзге көңілім көркейіп марқайып қалдым. Өзім өз болып Мырзакеңнен естіген бірінші айналайын деген осы сөз. Қуанышым көкке созылмады. Мәскеудегі Жанашыр ақсақал Горбунов телефон соғып, менің атыма 3 жерге, атап айтқанда жаққа, қорғаған ғылыми кеңеске және сол кездегі қылышынан қан тамып тұрған орталық комитетке домалақ арыз түскенін. Ондағы келтірілген фактілер шын болса, сені қабырғаға тұрғызып қойып, атып тастау аздық етеді деп тұр сабасың. Төбеме жай түскендей есеңгіреп өлді деген осы шығар деп ойладым. Саспа Бегман, деді Мәскеу жақтан естіліп тұрған дауыс. Жан дүнием күйзеліп, бордай езіліп тұрғанымды даусымнан сезіп, мәскеулік Жанашыр жан бірнеше құжаттарды атап-атап, осыларды әзірлеп қоюымды тапсырды. Сөз соңында арыз жазғандар бір білместік жіберіпті. Егер олар сені барып тұрған ұлтшыл дегенде жаның жаһанамға кетер еді. Мен айтқандарды орнында күйзелетін еш нәрсе жоқ, бәрі жақсы болады, деді мені жұбатып. Ет пен теріден жаратылған пенде болған соң қалай күйзеліп уайымдамайсың? Менің ел қатарлы тіршілік еткенімді көре алмайтын жандардың бар екенін ойлап тарықтым. Тағдырдың маған тартқан тар сүрлеуі аз емес еді. Енді оған домалақ арыз деген пәле келіп қосылды. Қазақтың осынау көре алмаушылық, аяқтан шалу сияқты қасиетіне налыған, жарлы емеспін, зарлымын жұртым деуге, арлымын өзге жұрттан ұялып. Мұндай елден бойың тарт, мен қажыдым, сен қажы. Ақылсыз бей болмас, сәулесіз үй болмас, жүректе оты жоқ адамда мей болмас. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Қазақтан басқа жауы жоқ дегенді Хақым Абай жаны қиналған соң айтқан екен-ау, қайран бабам. Осынау жағымсыз қасиеттен арылып, ұғынсын деп айтқан сөзді тыңдамауға келгенде қазақ алдына жан салмайды. Иә, шындығы сол. Жан салмайды-ау, жан салмайды. Алғай, жарты, қайран менің оқушым, оқымауға келген шақта, бүп-бүтін түсінбеуге келген шақта, түп-түгел деп Жұмекен ақын да күңіреніп кеткен еді ғой. Неге біз сондаймыз? Бұлайша қарағанда шыбын соншама сұм, жыртқыш емес секілді. Ал асылында шыбын барып тұрған қаншер, ол басқаның ғана қанын ішіп қоймайды, бірінің қанын бір ішеді. Сен бір шыбынды өлтірсең, соның қанын 10 шыбын жабылып таласып тармасып ішеді. Қазақтың кейбір оқығандары дәл осы шыбын тәрізді. Қарап тұрғанда олар мүләйім, момақан, ал тереңірек үңіле келсең, Хақым Абай айтқандай, қосылмас ешбір бастары, бірін-бірі қастыққа, қойнына тыққан тастары, ебін тауып өнімсіз іске бола ерегіседі. Күн деседі, араздасады. Ақырында бірінің қанын бірі ұрттайды, бірінің басын бірі жалмайды. Біз қандай халықпыз? Шынында біз кімбіз осы? Бір күні кафедраға келсем, сен екеумізді ректор шақырып жатыр. Не бүлдіріп едің?
деді кафедра меңгерушім. Неге шақырғанын ішім сезді. Дайындаған құжаттарым салынған сөмкемді ала жүрдім. Амандық саулықтан соң Мырзахан аға шақыру себебін баяндады. Бегман, деді, жаманшылықты есіртетін күңіренген қаралы үнмен емес, арыз жазушыларға кейген болған іске өкінген пейіл білдіре тіл қатып. Бір оңбағандар сенің үстіңнен Мәскеуге 3 жерге домалақ арыз ұйымдастырыпты. Мә, сонымен танысып шық, деп бір бума қағазды маған ұсынды. Арыздың мазмұны Горбунов ақсақал жеткізген сарын. Бұрыннан арыз мазмұнын хабардар болмағандықтан сабыр сақтап, байыппен оқып шықтым. Алайда қолымдағы қағаз мені шағуға айбат жеткен улы жылан сияқты әсер еткенін жасыра алмаймын. Бастан аяқ жағала құрылған, алдағы мақсат арманымның күлін көкке ұшырғысы келген ласта қаралы арызды Мырзакеңе қайтардым. Аз үнсіздіктен соң Мырзакең, кім жазды деп ойлайсың? Деді маған қарап. Көзбен көріп, қолмен ұстамаған соң кімнен көресің? Қатардағы көген көздің біріміз дұшпаным жоқ деп ойлаушы едім, дедім даусым жарықшақтанып. Мырзахан аға кафедра меңгерушісіне қарап, арызда Бегманға қойылатын басты кінәнің бірі оның диссертациясы психология кафедрасында талқыланбаған. Қорғауға ұсынған оның шешімі жоқ делінген. Бұл қалай? Бұл жұмыс неге бастапқы ұжымда қаралмай қорғалған? Деді даусынан қатқылдау екпін естіліп меңгеруші. Диссертацияны жұмысын кафедраға талқылауға ұсынбаса, бізге диссертациясын көрсетпесе, біз оны қалай талқылаймыз? Дегені. Кафедра меңгерушінің бұл мәлімдемесі мені таң қалдырды. Ағаның бұл қылығына шамданып қалдым. Өзімді өзім әрең ұстап. Аға, неге олай дейсіз? 1981 жылдың наурызындағы педагогика және психология кафедрасының біріккен мәжілісінде талқыланған жоқ па едіңіздер? Сізбен педагогика кафедрасының меңгерушісі профессор Қарақұлов екеуіңіз қол қойған мына құжат соның дәлелі емес пе? Деп сол кездегі мәжілістің хаттамасы мен мені қорғауға ұсынған шешімнің көшірмелерін ректорға ұсындым. Кафедра меңгерушісі өзі қол қойған құжаттардың растығынан бас тарта алмады. Мен ұсынған қағаздардың ақиқаттығына көзі жеткен Мырзакең, «Ноға, бұл қалай?» деді де маған қарап, «Сен шыға тұршы», деді. Мен ат шаптырым кабинеттен шығуға беттегенімде құлағым шалғаны. Осы қазақтың қызғаншақтық, көре алмаушылық, жаты аптарлық сияқты қарғыс атқан қасиетінен қашан арылар екенбіз деп көйлі айтқан сөзі болды Мырзакеңнің. Екеуі оңаша не жайында әңгімелескені білмедім. Меңгерушім сүт пісірім уақыттан соң қызара бөртіп кабинеттен шықты. Кафедра меңгерушінің сол кездегі жай-күйін көріп, ол кісі үшін жайсыз әңгіме болған нау деп пайымдадым. Ол қабылдау бөлмесінде тұрған мені ала көзімен ата, «Жүр», деді. Кафедраға келгенше ләм-мим деп тіл қатқан жоқ. Мырзакеңнің алдында болған әңгімені саралай келе, жауапсыз жұмбақтың шешуі табылғандай болды. Қолмен ұстап көзбен көрмеген соң, біреудің күнәсін пендешілік етіп көтеруге де болмайды. Кім біледі? Домалақ арызды қарауға құрамында партия, кәсіподақ ұйымдарының адамдары іріктеліп, комиссия құрылды. Неге екені белгісіз оның құрамына кафедра меңгерушісі кіргізілмеді. Тексеру барысында жүргізілген эксперимент жұмыстарының нәтижесі диссертацияның қолжазбасы, отбасы, моральдық, адамгершілік жақтарым тағы басқа арызда көрсетілген кемшіліктер тексеріліп, қағазға түсірілді. Мырзахан аға комиссия мүшелеріне
баланың тырнағының астынан кіріздемей, мүмкіндігі болғанша әділ шешім шығарып, қазақтың бір баласының жолын ашыңдар деп сырттай естідім. Мүйісі қарағайдай академиктеріміздің кейбірі рулық деңгейден көтеріле алмай жүрген шақта Мырзакеңнің халықтың деңгейдегі ойлауы, ол кісінің бойынан таныған бұл пәнидегі орнын, жеке тұлғалық амал әрекетін, миссиясын іздеп тапқан осындай жақсы ағаларымыздың танымында өзгенің табысына риясыз қамқор болу, бәйгеге түскен азаматтың әрдайым озып келуіне тілеулестік секілді өте сирек кездесетін қасиетінің молдығы дер едім. Өнегелі дана жоқ жерде өнерлі бала да жоқ деген дана халық тауып айтқан екен. Комиссияның соңғы отырысына Мырзакең әдейі қатысыпты. Сөйтіп тексеру нәтижесін маған естіртпей Мәскеуге жіберді. Біздің отбасына түскен қат-қабат ауыртпалық, арыз, тексеру, әсіресе менің іс-әрекетім мен бүкіл тіршілігім жөнінде комиссия мүшелерінің көршілерімнен анықтама алуы денсаулығыма қатты әсер етті. Қызуым көтеріліп, өкпеге суық деген диагнозбен ауруханадан бірақ шықтым. 14 желтоқсан 1982 жыл Мәскеуден жеделхат келіп, онда 17 желтоқсан күні сағат 16:00-де жақта ғылыми жұмысыңыздың мәселесі қаралады. Тез жетіңіз деген жаппар қолда жан бар ма? Қызуымыз қайтпай күркілдеп жөтеліп жүрсек те, дәрігерлердің қарсылығына қарамай ауруханадан шығып, рұқсат алу үшін Мырзакеңге кірейін. Іс-сапар парақшасына қол қоя отырып, Мәскеуге барып келер қаражатың бар ма деп сұрады. Мен сәл күмілжіп барып, табамыз ғой аға дедім. Тұра тұр, деді де бас есепшіні шақырып, мына балаға келесі айдың есебінен айлығын беріп жіберіңіз. Мәскеуге жүргелі тұр, деді де маған қарап. Ал қарағым, жолың болсын, деді арқамнан қарап. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол дейтін Қақым Абайдың дана сөзінен ғибрат алған Мырзахан ағаның негізгі де басты қасиеті кісілік. Меніңше, кісілік адам таңдамайды. Ол қой бағып жүрген қатардағы қазақтан бастап, ел басқарып жүрген елеулі азаматтарға шейін бірде-біреуін жатырқамайды. Иә, жатырқамайды. Алайда ол екінің біріне бұйырмайтын адамның адамдығына ғана тиетін, соның жүрегіне ғана ұялайтын қымбат қасиет екенін біле бермейміз. Философ Ренердің көмекке зәру болған кездерінде өзі-ақ сезіп білетін адам ақыл иесі дегені көрегенділік қой. Көңіл құлазып тарыққан шақта атақ-даңққа қызмет етпей, керісінше атақ-даңқ өзіңе қызмет ететін үлкен ағаның осындай пейілі мен қамқорлығы мені арқаландырып, тың атқа мінгізіп жібергендей болды. Шешінген судан тайынбас, не көрсем де нар тәуекел деп белді бекем буып Мәскеуге аттанып кеттім. Ақылдың күші. 1983 жылдың шілде айы. Аспан айналып жерге түсердей мей қайнатар аптап ыстық. Мырзахан аға Сәрсенбаев басқаратын педагогикалық институттың іші сырты одан бетер жанып тұр. Науқанның кезі. Жоғары оқу орнына түсуші талапкерлердің жыртылып айырылады. Бір орынға 10-нан астам үміткер. Ол қызын жетектеген септігі тиер деп тамыр-таныс деген атана. Қызыл көрген жыртқыштай айналшықтап жүрген тексерушілер, облыстық қалалық партия кәсіподақ ұйымдарының ішкі істер бөлімінен ұлттық қауіпсіздік комитетіне дейсің бе, қойшы әйтеуір толып жатқан бақылаушылар, аңдушылар көп. Біз болсақ, жанымызды шүбірекке түйіп жүріп, күндіз-түні дамыл таппай, талапкерлердің қазақ тілі мен әдебиетінен жазған шығармаларын тексереміз. Мұндайда ешкім маңдайыңнан сипамайды. Науқан кезіндегі біздің көрген күніміз дұшпанына бермесін. Шаршап шалдығы түнделетіп үйге келсең, үйме-жүйме,
ауылдан ағайын келіп отырады. Өлердегі сөзін айтады. Кейбірі алар ханды қиямын деп зәреңді ұшырады. Көшеге шыға қалсаң достарың мен әріптестерің күтіп тұрады. Бәрінің мақсаты біреу-ақ. Қазақ қой, қазақпыз. Қолдан келер дәрмен жоқ екенін ешкімнің де түсінгісі келмейді, ешкімнің. Бұл күндері Мырзакең бет қаратпайды. Қабағынан қар жауып, кірпігінен мұз тамады. Сәл қылп еттің екен, қызыл жағалар қолыңа кісен салады. Не Мырзакеңнің қаһарынан ұшырайсың. Сондықтан ағаның сенімін ақтауға жанымызды саламыз, бірақ пендеміз ғой, пендешілік қалған ба? Физика-математика факультеті талапкерлерінің шығармаларын тексеріп болып, бастауыш мектеп педагогикасы мен методикасы мамандығының үміткерлерін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен ауызша емтихан алып отырған едік. Мырзакеңнің көмекші келіп, Бегман Саттарұлы, сізді ректор шақырып жатыр дегені. Үстіме бір шелек мұздай су құйып жібергендей болды. Қай жерден қателік жібердім екен деген сауал жүрегімді сулатып, буын-буынымды босатып жіберді. Жығылғанға жұдырық дегендей қасымда отырған пән комиссиясының төрағасы Мұқашаға Жақыпбеков: «Не бүлдіріп едің, байғұс бала?» деді маған жаны аши қарап. «Ештеңе?» дедім даусым тарғылданып. Белгісіздіктің алай-дүлей сезімін бастан кешіріп, ректор кабинетінің есігін аштым. Мен күткеннен де бетер Мырзахан аға боз боран түтіліп отқан. Мен жақындай бергенде: «Мынау не?» деді қатқылдау үн қатып. «Талапкердің шығармасы» дедім. «Жоспарымен 1,5 беттік шығармаға 4 қоятын бұл кімің еді?» деп алдыма лақтырып жіберді. Мен абыржып, тұла денемді қара терге малшынып кетті. Не үшін 4-ке бағаладым екен деп талапкердің жұмысын қолыма алып, мазмұнына көз жүгірттім. Шығармаға жақсы баға қойған себебім есіме түсіп қуанып кеттім. Батылданып, сенімді үнмен: «Мырзахан аға, баға шығарманың көлеміне емес, мазмұнына қойылады. Талапкердің мына бір ойын зер салып тыңдаңызшы» дедім де оқи жөнелдім. Жақсылық пен жаманшылықтың айырмашылығы сиыр мен жыланның айырмашылығындай, сиыр улы шөпті бал татыған сүтке айландырса, жылан бал татыған сүтті уға айландырады деп 10-шы сыныпты енді ғана тамамдаған оқушы жақсылық пен жамандық жайында келісті ой қорытындысын жасаған. Өзіндік тұжырым жасаған, сол үшін 4-тік баға қойып едім, дедім. «Мырзахан аға, қайтадан оқышы» деді даусы бірден жұмсарып. Мен қайтадан оқып шықтым. Алғашқыдай емес, даусым жігерлі де ырғақты шықты. «Пендешілік жасаған ғой деп едім, дұрыс бағалаған екенсің» деді қолына талапкердің шығармасын алып. «Бар, жұмысыңды жалғастыра бер» деді түсі жымиып. Жамбасым жер иіскемей, аман сау қалғаныма қуанышым қойныма сыймай, кабинеттен атып шықтым. Ұлы Рабиндранат Тагордың мына сөзі есіме түсті. Көптеген адамдар жақсы нәрселер айта алмады, бірақ тыңдай білетіндер аз. Өйткені бұл үшін ақылдың күші қажет. Данышпандардың айтқанына сан ғасыр өтсе де, ақиқатты дәл айқындайтынына таң қалмасқа лажың жоқ. Таң қалмай көр. Мырзакең сияқты тұлғалардың басқа пенделерден айырмашылығы сезім, көңіл күйлерін ақыл парасатқа жеңдіріп отыратындығы. Бұл оңай шаруа емес. Екінің бірінің қолынан келе бермейді. Осылайша сана мен жанның тұрақты үндестігін сақтай білетін адамдар рухы күшті, діні берік, ділі тұғырлы, жаратылысы дара тұлғалар. Бұлардың негізгі тірегі сенім, қазіргі тілмен айтқанда иман.
Мырзакең сол кезде өзін эмоцияға жөндіріп алып, жаза қолданса, менің тағдырым қалай қалыптасары белгісіз еді-ау. Мұның өзі ағаның жан дүниесінің тереңдігі мен кемелдігін қапысыз көрсетіп тұрған жоқ па? Кісілік деген осы болар. Кісілік деген осы болар емес, дәл өзі. Ведмес толтырған кезде әлгі талапкердің аты жөнін жазып алдым. Мені әлекке түсірген қыз баланың жұмысы екен. Екінші курста физика-математика факультетінде менің сабағым басталды. Лекцияға кірісер алдында былтырғы осы топтағы талапкерге 4 қоямын деп, Мырзакеңнен таяқ жеп қала жаздағаным есіме түсті. Оқуға түскен түспегенін білгім келіп, қыздың аты жөнін атап, бар ма дедім. Ұзын бойлы, келісті қыз орнынан тұрды. Оқуға түскен екен ғой деген ой келді. Мен жақсылық пен жаманшылықтың айырмашылығы сиыр мен жыланның айырмашылығындай дедім де, сен ары қарай жалғастыршы дедім. Қыз да мүдірмей, сиыр улы шөпті балтатыған сүтке айналдырса, жылан балтатыған сүтті уға айналдырады деп тақпақтай жөнелді. Ағайларының ерселеу қылығына студенттер де аң-таң. Ұстазының өткен жылғы шығармасынан өзінді келтіріп тұрған қыз да аң-таң. Ағайларының сол қыздың тағдыры үшін ректордың кабинетінде терлеп тепшігенін олар қайдан білсін. Көрінбейтін қайырымдылық. Менің отбасым бала шаға алдында сынға түсетін кезім 1984 жылы есік қақты. Олай дейтінім, тұла бойы тұңғышымыз Гүлмира 10 жылдықты ойдағыдай тәмамдап, әке-шеше жолын қумақ ниетімен педагогика институтына құжат тапсырған болатын. Үй ішінің де, қыздың да жоғары оқу орнына түсіп кететініне сенімдері мол. Сенбейші, әкелері институтта дүрдей доцент. Ол түспегенде кім түседі? Олардың ойларында еш нәрсе жоқ, жай барақат. Кейде қызым, студент болғанда ананы әпересің, мынаны әпересің деп зығырданымды қайнатады. Әуелі студент болып алсаңшы, байғұс қызым-ау деймін, іштей толғанысымды сездірмей. Перзент үшін атана отқа да түседі, суға да түседі. Қызымның мәселесін қайтармас үшін салып ұрып, Мырзакеңнің қабылдауына кірейін. Осындай деп жағдайымды айттым. Обалына не керек? Жылы қабылдады. Әлі уақыт бар, жақындағанда келерсің деп шығарып салды. Жақындады. Мырзакеңнің алдына кіре алсамшы. Кабинетінің алды ығы-жығы. Адам деген нөпір. 3-ші күні дегенде таңертең ерте барып, кабинетіне өзімен бірге ере кірдім. Менің бұл көргенсіздеу әрекетімді жақтырмаған сыңай танытқанымен үндемеді. Өңі суық. Мен келген жұмысымды айттым. Бізде 400-ден астам оқытушы, профессорлар қызмет етеді. Жыл сайын солардың ұл-қыздарын оқыта берсек, онда басқа жұрттың балалары не істейді? Деді суық үнмен, қатқылдау үнмен. Өлердегі сөзімді айтпақ болып, Мырзахан аға дей бергенімде сөзімді бөліп, мен саған не дедім? Сөзге түсінесің бе, жоқ па әлде түсінбейсің бе? Деді түтіге есітті нұсқап. Мырзакеңнің мінезі бесенеден белгілі, айтты бітті, қайтуы қиын. Кездесудің сәтсіз аяқталғанына үнжұрған түсіп, амалсыздан шығуға беттедім. Есіктің тұтқасын ұстай бергенімде, Бегман, қызың құжаттарын қай мамандыққа өткізіп еді? Дегені. Қоламда болып өшкен үнім, отым жарқ етіп жалт бұрылдым. Орыс тілі мен әдебиеті мамандығына
дедім Мырзакеңнің столына жақындай келіп. Құлағың бар ма? Бар дедім ғой саған, деді де жекіп есікті иегімен нұсқады. Жыларман болып шығып кеттім. Қабылдау бөлмесінде адамдар лық толы. Өрт сөндіргендей түрімді көріп, көз таныс әріптестерім дәлізге ере шықты. Мән жайды сұрады. Мен болған жағдайды баяндадым. Менің әңгімемнен кейін талайы Мырзакеңнің алдына кіруге бата алмай үйлеріне тарасты. Туған қызын өзі қызмет ететін институттың түсіре алмаған доцент сымақ мына міскінге қара деп досқа күлкі, дұшпанға таба болатын болдым-ау деп өзімді аядым. Ойында еш нәрсе жоқ. Институтқа түсетініне кәміл сенген тұңғышымның жолы болмайтын болды-ау деп қызымды аядым. Қоласа пешенесінен көрер деп мұна қайшылығы мол өмірді балаң жастықтың призмасымен көретін талапкеріміздің мәселесін қайтармай емтиханға тәуекел тесіп жібердік. Қызымыз кезекті сынаққа кеткен сайын жолы болмай жылан келіп жылап келетін шығар деп көпті көңілмен үрейлене күтеміз. Керісінше жақсы баға алып, қуанышы қойнына сыймай жарқылдап келіп, біздің төбемізді көкке жеткізеді. Гүлмира барлық сынақтан сүрінбей өтіп, алғашқы арманына қол жеткізді. Ол да, біз де шексіз қуандық. Перзент қуанышын бастан кешіру ата-ана үшін зор бақыт екенін сонда алғаш рет бастан кешірген едік. Ал күйігін тарту, тыл айтып жеткізгісіз қайғы қасірет екенін кейіннен білдік. Гүлмирамыз дүниеге келіп, әке деген қасиетті атқа жеткізіп еді, бұл фәнеге сержанның әке, ата деген ардақты сөзді сыйлаған еді. Амал жоқ. Жарқылдаған шағында, мәуе берер бағында пешенемізге сыймай кетті. Пешенемізге сыймай кетті қарағым. Қайтейік, тағдырға көнбеске амал бар ма? Сонымен Гүлмирамыз оқуға түсті, сабақ басталды. Бір күні Мырзакеңмен институт дәлізінде кездесіп қалдық. Амандық саулықтан кейін Мырзакең: «Әй Бегман, Гүлмираның оқуға түскенін қашан жұбасың?» деді жадырай күліп. Қызым жайында алдына барғанымда аянышты, кейфімді есіме түсіріп күлдім-ау деймін. Қызыңның демей, Гүлмираның деуі маған көп нәрсені аңғартқандай болды. Ол кезде Гүлмираның есімі аталмаған болатын. Пендеміз ғой, пендешілік тірі жанда қалған ба? Ағаның көзге көрсетпей жасаған қызметіне разы болғандықтан ол кісінің адресіне жылы сөз айттым. Сезім жетегінде бір шама асырып жіберсем керек. Бала, мұндай сөзіңді екінші рет естімейтін болайын. Егер жігіттің абыройын төгетін қасиет бол, есіңде болсын, дегені үннен суық ызғар есіп, осыдан кейін дифирамб дегенді сұмдық жек көріп кеттім. Жылнамашы Ақбарға қанием, билеушілер арасында шешілмейтін бір жұмбақ бар сияқты, кейбір әмірлер халықтан өз алыс, қол жеткізбейтіндей дәрежеде ұстап еді, оны халық тәкаппарсың деп тағынан айырды. Басқа бірі қажеттігіне де, қажетсізге де араласа берген соң оны қарапайымдылығы үшін тақтан тайдырды. Сіз қалай ойлайсыз? Халықты басқару жүйесінің қай түрін таңдар едіңіз? Дегенде Ақбар: меніңше билеуші бар іс-әрекетке барғанда көрінбейтіндей дәрежеде қалып отыруы тиіс, депті. Сөйтсек, дана билеуші көрініп тұрған көрінбес басқарушы Мырзакең екен. Мырзакеңнің де ел басқару қағидасы осы принципке саяды десем қателеспеймін. Мен оны өмір тіршілігін мағыналы өткізген, ойлау қарымы рулық деңгейде қалып қоймай, ұлттық тұғырға көтерілген
ағаға сыйлы, әнеге қамқор, түйгені мен көргені көп өнегелі ағаларымыздың бірі еді деп білемін. Жасыратыны жоқ, басқарған жылдары оңтүстік Қазақстанның қара шаңырағы болып табылатын педагогикалық институт жастарға білім мен тәрбие беруде толағай табыс пен өркендеудің шырқау биігіне көтерілген болатын. Оның даңқы Қазақстанда ғана емес, сол кездегі одақ көлеміндегі таңдаулы оқу орындарының біріне айналған еді-ау. Жылдар өткен сайын заман күрделеніп, адамдар да өзгерді. Киесінен қорықпай табыс көзіне айналдырып, жекешелендірді. Қабырғасын сөкті, тонады, қалыптасқан дәстүрді бұзды. Ұлы ғұлама Ахмет Йөгөнекей бұл дүние бір керуен сарайды, кететіндер түсіп содан тарайды, алғы тізбек көшіп ұзап кеткенде, келіп түскен тізбек соған қарайды дегендей, кейінгі ұрпақ алдағы ұрпақтың тектілігі мен кісілігінен ғибрат алғанда ғана дүние кеңістігінде тоқтаусыз ілгерілей бермек, дами бермек. Құдайға шүкір, бүгінде Мырзахан ағаның көзін көрген, шәкірті болған, тәрбиесін алған, кісілігін танып, тектілігін таныған ұрпақ келіп, қара шаңырақтың сөгілген қабырғасы бүтіндеуде, бұзылған кірпішін қайта қалауда, аға қалыптастырған дәстүрді қалпына келтіруде, бірақ тоналған дүниенің орны ойсырап тұлғаның өкінішті. Иә, өкінішті сол, оның қалпына келуі де екі талай. Қымбатты тыңдарман қауым, қадірлі әдебиет сүйер әлеумет, менің сырлы сөз YouTube каналыма жазылып, қолдау білдіріп кетіңіз.